Әлеуметтік желі алыбы TikTok-тың иесі ақш-тағы мүмкін тыйымның алдын алу үшін маңызды келісімге қол қойды. TikTok-тың бас компаниясы ByteDance ақш билігімен ұзақ уақытқа созылған келіссөздерден кейін жаңа шарттарға келісіп, платформаның ел аумағында жұмысын жалғастыруға мүмкіндік алды. ақш билігі TikTok-ты пайдаланушылардың деректері Қытай үкіметінің қолына түсуі мүмкін деген қауіппен бірнеше рет сынға алған болатын. Жаңа келісім аясында TikTok ақш-тағы пайдаланушылардың деректерін ел ішінде сақтау, қауіпсіздік бақылауын күшейту және тәуелсіз қадағалау енгізу міндетін алды. Бұл шешім миллиондаған америкалық қолданушы мен мыңдаған контент жасаушылар үшін маңызды. Сонымен қатар, ол ақш пен Қытай арасындағы технологиялық бәсекенің бір бөлігі болып отыр. Көптеген қолданушылар платформаның жабылмайтынына қуанышты. Алайда деректер қауіпсіздігі мәселесі әлі де қоғам назарында. Келісім TikTok-қа уақытша тыныс бергенімен технологиялық қауіпсіздік төңірегіндегі пікірталастар жалғаса бермек. Оқиғаның дамуын AB News қадағалайды.